Ассалаумағалейкум құрметті білім алушылар. Жалпы сіздермен бізде бүгін жаңа сабақ. Бізде бүгін тақырып өте үлкен және ауқымды тақырыптардың бірі. Тақырып бізде Қазақстан моңғол жаулаушылығы дәуірінде, яғни 13-ші ғасыр, одан кейінгі үлкен тақырып Алтын Орда, одан кейінгі дамыған орта ғасырлық мемлекеттер. Енді біз бүгін қарастыратын негізгі тақырып бұл Қазақстан моңғол жаулаушылығы дәуірінде. Енді тақырыпты бастамас бұрын жалпы өткен тақырыпты еске түсірейік. Біз сіздермен өткен тақырыпта Ұлы Жібек жолын қарастырған болатынбыз. Ұлы Жібек жолының тармақтары, бөлімі, қай қалалардан өтті, жалпы осының барлығына тоқталатын боламыз. Бірақ Ұлы Жібек жолына қауіп төндірген, білесіздер, соғыстар көптеген қауіп төндірген, оның бірі осы моңғол Қыпшақ соғыстары, ең үлкен соғыстардың бірі осы болған болатын. Енді моңғолдар кім? Жалпы моңғол империясы қалай құрылды? Жалпы біз қазір соған тоқталатын боламыз. Кеттік. Енді сабағымыздың жоспары моңғол империясының құрылуы, яғни білесіздер, моңғолдар басынан тайпа болады, кейін не болып құрылады? Империя болып құрылады. Алтын Орданың құрылуы, Ақ Орда және Көк Орда мемлекеттері. Енді тоқталайық. 12 және 15 ғасырдың бірінші жартысында Қазақстан картасын көріп тұрсыздар, бізде Қазақстан не істейді? Қазақстанның саяси картасы өзгереді. Шыңғыс хан қайтыс болғаннан кейін Қазақстан саяси картасы, Алтын Орда, Ноғай Ордасы, Ақ Орда деген секілді жаңа мемлекеттердің барлығы не істейді? Пайда болады екен. Енді бастайық. Енді моңғол империясының құрылуы тоқталайық. Енді жалпы білесіздер, бұрындары бізде, яғни 5-ші, 6-ші, 10-11-ші ғасырда жалпы моңғол деген тайпа болған. Ол қалай империяға айналды? Моңғол деген тайпа жалпы Моңғолияда білесіздер не істейді? Жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан, жағдайы төмен мемлекеттердің бірі болады. Бірақ мемлекет тайпа бола тұрып, басқа тайпалармен есеп отырды, соғыстарын жүргізіп отырады. Оның бірі Шыңғыс ханның, яғни Темужиннің әкесі кім? Есугей. Енді қараңыздар, жалпы моңғол империясының құрылуы ұлы ханның шын есімі Темужин Есугей ұлымен байланысты дейді. Енді бірінші танысайық. Жалпы Темужин деген кім? Туған жері Моңғолияның Кендітау аймағындағы, көріп тұрсыздар, оның өзенінің жағасындағы Болдоң деген жерде. Темужин тарихта білесіздер, туылған кезде аңыз бар, жалпы туылған кезде қолына жалпы қан ұстап туылған деген секілді информация бар. Сол кезде не деп айтады? Бұл болашақта астам көп адамның қанын төгеді деп айтқан болатын, анасы. Темужин 9 жасқа толған кезде әкесінен айырылады. Яғни әкесі Есугей не істейді? Татарлардың қолынан қаза табады. Көріп тұрсыздар, Темужин 9 жасқа толған кезде әкесі татарлар қолынан қаза табады. Темужин жастайынан не қалады? Жалпы жетім қалады. Бірақ жаста болса бас болып не істейді? Мемлекетте тайпада өзінің көрсетіп, жалпы соғыстарға, үлкен іс-шараларға, ел ішіне араласып, көптеген үлкендерге не істейді? Жалпы көзге түсе бастайды. Сөйтіп ол әкесінің жалпы кегін қайтару мақсатында 1206 жылы Онон мен Керулен көптеген өзен жағасындағы көптеген тайпаларды, татарларды бағындырып, әкесінің кегін алады. Сөйтіп 1206 жылы Онон мен Керулен өзен жағасындағы өткізілген Темужинді жақтайтын көш моңғолдардың Қазақстан жерін жаулап алуы шонжарлардың құрылтайында Темужинді хан сайлайды. Яғни Темужиннің асқан батырлығына байланысты, өзінің қайсар мінезіне байланысты не істейді? Темужинді 1206 жылы жалпы хан сайлайды екен. Енді Шыңғыс хан бізде 1155-1227 жылдар аралығында істеген, яғни өмір сүрген 72 жасында қайтыс болған. Моңғолияны алғаш біріктіруші хан. Енді мынандай екі ұғым бар. Бұны көбінесе түсіне бермейді. Тайпа деген ұғым бар, одан кейін бізде империя деген ұғым бар. Осыған тоқтала кетейік. Тайпа дегеніміз бөлініп, бір құрамында ары кетсе 20, 30, 50, 100 шақты ғана адамдар өмір сүреді. Олар тайпа болған өмір сүреді. Яғни аса қатты бір дамуы жоқ. Ал бізде Моңғолия не болған? Моңғолия бізде басында тайпа болған, ал кейін Шыңғыс ханның кезінде неге айналған? Моңғолия империя айналған. Империя дегеніміз не? Империя дегеніміз астында әскері көп, жер аумағы үлкен, былайша айтқанда мемлекеттік дамыған сатысы империя болады. Ал осы моңғолдарды империяға айналдырған кісі кім десе, жалпы бізде кім екен? Шыңғыс хан екен. Енді түсінікті деп ойлаймын, келесі слайдқа назар аударайық. Енді білесіздер, тарихта Шыңғыс ханның негізгі ұлдары көп, бірақ Шыңғыс ханның жалпы негізгі тестта келетін, құрметті білім алушылар, Шыңғыс ханның тестта келетін 4 ұлы бар. Тұңғышы, яғни үлкені кім? Үлкені Жошы хан, Шыңғыс ханның үлкен баласы. Екінші ұлы кім екен? Шағатай, үшінші ұлы Үгедей, төртінші ұлы бізде Төле хан екен. Ал Қазақстанда
тест сұрақтарында келеді сіздерге. Қазақстанда бұл баласының тек 3 ғана Қазақстанда ғана өз іргелерін тігеді. Олар кімдер? Жошы, Шағатай, Үгедей деген секілді. Ал Төле қаяқта қалады? Төле өзі Моңғолия жерінде қалып қалады. Енді құрметті білім алушылар, бұл маңызды, так что бұған жақсылап мұқият назар аударсаңыздар. Енді бастайық. Моңғол империясы қалай құрылды? Моңғол империясы Шыңғысхан көптеген тайпаларды өзіне бағындырып, өзіне қаратқаннан кейін құрылған болатын. Керейлердің ханы, керейттер деген біз тақырыпта өткен болатын, сол кезде мен осы туралы айтқан болатын. Керейлердің ханы Торы деген ханы не істейді? Моңғолдарды жеңіске жеткізген Жеңісхан болсын деп Шыңғысханға бата беріп, Шыңғысханға Жеңісхан деген атақ береді. Жеңісхан деген моңғолша қандай атау береді екен? Шыңғысхан деген атау береді екен. Сөйтіп 1206-тан бастап Темужиннің аты кім болып кетеді? Шыңғысхан, моңғолша Шыңғысхан, қазақша Жеңісхан деген секілді. Түсіндіңіздер ме? Так, мына жақта бізде айтылды, 1206 жылы барлық моңғол тайпалардың басын қосқан ұлы құрылтайда моңғол империясы құрылып, оның ұлы ханы болып Шыңғысхан сайланды деген секілді. Жақсы, келесі слайд қойдық. Енді қараңыздар, жалпы моңғол мемлекеттің саяси құрылымына тоқталайық. Мемлекетті басқару бұл бізде ұлы ханға берілді. Яғни мемлекет былайша монархиялық билік жолымен жалғасты. Яғни билеуші кетеді, оның ұрпақтары келіп отырған болатын, Шыңғысхан ұрпақтары Шыңғысхан кеткеннен кейін билікті жалғастырып отырған. Енді келесі нәрсе, бұл бізде тест сұрақтарында келеді. Шыңғысханның өз қолымен көзі тірісінде жазып шыққан заңдар жинағы бар, Ол қандай заңдар жинағы? Ол бізде яса деп аталады. Яса жалпы 5 бөлімнен тұрған деп айтады. Әскери, салық жинау, осының барлығы яса заңның ішіне кірген. Так, ұлы хан мемлекет басшысы ретінде әскери заң шығарды және әкімшілік билік жүргізді. Және моңғолдардың өзінің жиналысы болды, яғни қалай деп түсінеміз? Осы яса жанында, яса жазбасында, яғни өздерінің жиналысы туралы айтылған болатын. Олардың жиналысы құрылтай деп аталды. Яғни мемлекеттегі үлкен нәрселерді былайша айтқанда шешіп, сол жақтағы ішкі саясат, сыртқы саясаттың барлығын не істеді? Осы жақта қарастырған болатын. Енді екі нәрсе бар. Құрылтай деген нәрседе тест сұрағында келеді. Құрылтайға кімдер қатысты? Құрылтайға бізге тек қана кімдер қатысқан екен? Ер адамдар ғана қатысқан болатын. Құрылтай ірі әскери мәселелер, ішкі саясат, шыңғыс ұрпақтары арасында өлкелерді бөлу мәселелері шешілді. Аймақтарды басқару үшін дарғы бекеттер, тамғаш және басқақтарды не істеді дейді, жалпы тағайындалған болатын. Енді бұл жақта бізге аса қатты назар аударатын осы яса жасақ жинағы және не екен? Құрылтай екен. Келесі бетке өтейік. Енді моңғол мемлекетінің қоғамдық құрылысына тоқталайық. Оны түсіндірген болдыңыз. Қоғамдық құрылысы дегеніміз мемлекетті басқару жағы жалпы қалай қаралды. Енді білесіздер, әр мемлекетті басқару үшін оны кез келген мемлекет болсын әкімшілік аймаққа бөлінеді. Моңғол мемлекетін Шыңғысхан жеке басқарды. Мемлекетті империяны, бұл бізде өте маңызды, мемлекетті жалпы 95 төмен әкімшілік билікке бөлді. 95 әкімшілік типі облыс деген секілді. Әрбір төменде 10 мыңдай адам болды. Әрбір мыңдық 10 жүздіктен, әрбір жүздіктер қаншадан тұрды деді? Оны білесіздер, 10-дықтан тұрды. Басқару жүйесі 10-дықтан басталды. Шыңғысхан қорғайтын жасауыл, бұл қазір бөлек, осындай бөлімдерден тұрған екен. Басқару 10-дықтан, жүздіктер әрбір 10 мыңдықтан, әрбір мыңдық жүздіктен төменде, әрбір төмен 10 мың адамнан нестеген екен, құралған екен. Бұны неге осылай бөлді деп ойласаңыздар, жалпы Шыңғысханның бұлай бөлу себебі мемлекетті басқару және өзі ішінара саясаттарын жүргізу оңай болу үшін. Енді Шыңғысханның жорықтарына басталмас бұрын мемлекеттің ішкі қоғамдық құрылысымен тоқталайық. Енді келесі. Шыңғысханның өзінің сол кездегі басшылығында, біздің тілмен айтқанда, орысша тілмен айтқанда, телохранитель деп айтады. Шыңғысханды қорғайтын жасауыл деген болған. Бұл да сіздерге тест сұрақтарына келіп қалу мүмкіншілігі жоғары. Шыңғысханды қорғайтын жасауыл кімдер деп аталды десе, жалпы кешіктен деп аталған екен, Керемет. Келесі төмендер аймаққа бөлінді. Енді Моңғолия білесіздер үлкен болды, өте үлкен болды. Сондықтан да Моңғолия аумағы жалпы халқы не істеді? 3 әскери әкімшілік аймаққа бөлінді. Оны мектеп программасына да естіген шығарсыздар, сол қанат жоңғарлар, кейін жоңғарлар бұл жақтан күшейіп шығып, жалпы не істеді? Өздерінің жеке мемлекеттерін құрады. Сол қанат, орталық қанат, оң қанат деген секілді. Бұл өте маңызды. Сол қанатта жоңғарлар, орталық қанат бізде кул деп аталды, оң қанат кімдер? Баруңғар деп аталған болатын, Мемлекеттің басты заңы жасақ, яса, бұл 2 бөлімнен тұрған.
осыны айтып кетейік. Ясазаны екі бөліне тұрған. Так, бірінші бөлімі тоқталайық. Бірінші бөлімі Шыңғыс ханның өзі айтқан нақыл сөздерімен ел басқарудағы кейбір басты мәселелер жөніндегі шешімдерден тұрды. Екінші бөлімі әскери азаматтық істерді орындаудағы жалпы заңдар мен оларды орындалмаған жағдайда түрлі ережелер, яғни заңның алдында жауап беру. Келесі моңғолдардың құрылтайы. Үшіншісі, құрылтай жылына қанша рет шақырылды десе, құрылтай жылына бір рет көктем айында шақырылып отқан болады. Онда басты мәселе алдағы болатын соғыстың жоспары және де соғысу туралы тактикалардың барлығын естіген болатын, қойылған болатын. Енді білесіздер, құрметті білім алушылар, жалпы моңғол мемлекеті пайда болғаннан кейін, моңғол империясы құрылғаннан кейін, ол бізде не істеді? Жалпы қасындағы Моңғолиядағы Найман, Керей, Жалайыр деген сияқты бүкіл тайпаларды бірінші бағындыра отырып, одан кейін барып қай жаққа көз тікті? Міне картадан көріп тұрсыздар, Орта Азияға, яғни Қазақстан жеріне ақындап көзін тіге бастаған болатын. Орта Азияға келмес бұрын ол Қытайды бағындырды, Найман, Керей, Жалайырдарды бағындырды. Сөйтіп не істеді? Жебе Ноянды Жетісуға жіберіп, Жетісу жеріндегі халықтарды зерттеп, ақырындап Қазақстан жеріне не істеген болатын? Шыңғыс хан енген болатын. Енді жалпы моңғолдардың Қазақстан жерін жаулап алуына тоқталайық. Жалпы моңғолдардың Қазақстан жерін жаулап алуына тоқталайық. Енді бастайық. Моңғолдардың алғашқы жаулап алудың құрбаны болған ер бұл бізде жалпы Моңғолия және Сібір жерлері дейді. Сібір дегеніміз қазіргі Ресей жерлері. Ресейде түрік тілдес, сол кезде түрік тілдес халықтар өмір сүріп жатқан, бірақ олардың дамуы түріктерге қарағанда әлде қайда кішкене болды, артта қалушы болды. Сондықтан да моңғолдар оларды жаулап алу былайша айтқанда оңайырақ дейді. 1207, сонымен қатар 1208 жылдары, осы жылдардың қысында Шыңғыс ханның үлкен баласы Жошы Енисей қырғыздарын және Сібірдің оңтүстікте басқа Сібірдегі халықтарды орман халықтарын бағындырды. Яғни бағанағы Сібір жерлерін бағындырды. Енді келесі Шыңғыс ханның осы Сібір жерінен кейін көздеген мемлекеті ол бізде қай мемлекет? Жалпы Қытай мемлекеті. 1207-1209 жылы Шыңғыс хан бастаған моңғолдар Таңғұттық Сися мемлекетін жойып шапқыншылық басып алса, одан кейін ұйғырларды өздеріне тәуелді еткен болатын. 1215 жылы Шыңғыс хан не істеді? Толық былайша айтқанда Қытайдың жартысын бағындырды. Яғни Цин, ол кезде Қытайда білесіздер, қандай әулет отырды? Цин әулеті отырған болатын. Цин мемлекетінің астанасы болған Пекинді басып алып, сол жақта өз ірге тасын тіккен болатын. Келесі 1227 жылдың қарасында Қытай империясы Хуанхэ өзенінің сол жағына бүкіл елігіне 300-нен айырылып, кімдерге бағынышты болып қалды? Шыңғыс ханға бағынышты болып қалды. Кейін Қытай және Моңғолияның полный бөлігі кімнің қолына өткен болатын? Шыңғыс ханның ең кіші баласы Төленің қолына өткен болатын. Енді сіздер естеріңізге шығар, өткен сабақта айтқан болатынмын. Моңғолдар Қазақстанға жорық жасар алдында Найман, Керей, Жалайырларды бағындырып, кейін Наймандар қашып, Керейлердің кейбір халықтары осы Қазақстан Жетісу жеріне қашып кеткен болатын. Енді сол кезде білесіздер, Жалайыр тайпасынан Шыңғыс ханның сеніміне ие болған үлкен қолбасшы бар, оны бізде Мұқалай деп айтқан болатынбыз өткен сабақта, және соны белгілеген болатынбыз. Енді жалпы ол туралы қандай дерек бар? Дерек көзі бар. Шыңғыс хан бір күні соғысқа шыққан кезде Шыңғыс ханға не істейді? Жебе атады. Сол жебе атқан кезде Шыңғыс хан не істейді? Соғыс біткеннен кейін соны қолға түсіріп алып келеді. Сол кезде айтады: сен не үшін менің жылқыма жебе аттың деп айтады. Мен негізі жебені саған атқан болатын, бірақ сенің жылқыңа тиді деп айтқан. Сол кезде Шыңғыс хан не істейді? Соның бойындағы жалпы қасиетті көріп, оны өзінің бас қолбасшысы етіп тағайындайды. Жалпы ер жүректерді өзіне істеген бас қолбасшысы етіп тағайындаған. Ал білесіздер, отырар қақпасын ашып бергенде не істеген? Сен де бір күні мені сатасың деп, оның өз басын істеген екен, алып тастаған екен. Осындай деректер бар. Енді келесі нәрсе, Қазақстан жерін жаулап алуы. Енді мен айтқан болатын, Шыңғыс хан жебесін тартып тұрып не істейді? Жетісуға Жебе Ноянды жібереді. 1217 жылы күшіліктің Жетісуға еліктерін басып алуға Жебе Ноян аттанады. Жебе Ноян бастаған моңғолдар діни қысым жасамау ұранын басшылыққа алады. Енді Жетісуға келеді, жалпы қарайды, қазақтардың жерлерін көреді, әскерлерін көреді, бірақ моңғолдардың несі көп болып тұрады? Моңғолдардың күші былайша айтқанда басым болып тұрады.
Өйткені Шыңғысханға көптеген тайпалардың бағыну себептері кейбір деректерде айтылады. Шыңғысхан ешқандай мәдениет ошақтарын қиратпай, наоборот, олардың өміріне жақсы пайда алып келген деген секілді. Так, ары қарай кете берейік. 1217 жылы күшлікті Жетісуға елдерін басып алуға Жебенойын жібереді, оны айттық, иә. Енді осы кезден бастап ақырындап Шыңғысхан не істейді? Жалпы Жетісуға жорықтары басталады. Күшліктің мұсылман дін жақтаушыларға тізе батырып отырған кезінде бұл жергілікті халықты қолдау тауып, моңғолдар құшақ жая қарсы алады дейді. Яғни, білесіздер, ол кезде Жетісуда халықтардың кейбіреуі қысым көріп жатады, бірақ моңғолдар не істейді? Моңғолдарды құтқарушы ретінде қабылдайды. Моңғолдар 1218 жылы Жетісу жеріне енеді, ақырындап кіре бастайды, зерттейді халықтардың қандай, соғысу тактикалары қандай, қалай соғысады деген секілді. Шығыс Түркістан мен Жетісуды басып алғаннан кейін осы шайқастар болады. Жетісу жеріне кіргеннен кейін, бірақ Түркістан мен ең үлкен қалаларды басып алғаннан кейін Орта Азияға жол ашылады. Яғни Жетісуды басып алды, главный мықты жерлерді басып алды, уже Орта Азияға жол ашылды. Қай жерлерге? Ары қарай уже Оғыздарға дейін, Батыс Европаға дейін жол ашылды. Яғни ары қарай не істеді? Жолдарын жаулап алу жолдарын көбейтті. Бірақ білесіздер, Шыңғысхан бізде өз көзінің тірісінде, мысалға жер әлемі деп алатын болсақ, жалпы Еуразия деп алатын болсақ, оның 70-80% жаулады, бірақ батысқа жорық жасаған жоқ. Ал батысқа жорық жасаған кім? Шыңғысханның ұрпағы, жалпы Батухан, ол туралы айтатын боламыз. 1218 жылы Шыңғысхан жіберген 450 адамы бар 500 түйелік сауда керуені Отырар қаласына келіп жетеді. Ол кезде білесіздер, жалпы қыпшақтар өмір сүрді. Керуеннің сауда жұмысынан гөрі жансыздық іс-әрекетті мақсат еткен білген Отырар билеушісі Ғайыр-хан Хорезм шахпен келісе отырып, керуенді тұтқындап, адамдарын қырғынға ұшыратады. Яғни Шыңғысханның жалпы керуені не істейді? Быт-шытын шығарады. Бұны тарихта Отырар опаты деп те айтады екен. Сөйтіп Шыңғысхан жеңілмеуге бел буады. Енді мына неге қарасаңыздар, жалпы кестеге қарасаңыздар, мына жақта барлығы жазылып тұр, иә. Моңғолдар не істейді? Осы кезден бастап күшейіп, толығымен жаулап алам деген секілді рухтар оянады. Оны киносында да бар. 1219 жылы ұзын саны 150 мыңға жететін қол ертең Сырдарияға қарай жылжиды. Жошы Сырдарияны бойлап Қыпшақ даласына бағыттайды. Яғни Жошы деген Шыңғысханның үлкен ұлы не істейді? Қыпшақ даласына бағыттап, дешті Қыпшақ мемлекетін құлатуды көздейді. Енді мен сіздерге өткен сабақта айтқан болатынмын, жалпы білесіздер, осы Қыпшақтар құлағаннан кейін қазақ хандығы құрылу не істеп қалады, жалпы осы моңғолдардың арқасында кешігіп қалады, және бізге моңғолоидтық нәсілдер еніп кетеді деген секілді. Сөйтіп не істейді? Жошы бізде жалпы осы дешті Қыпшақ қаласына келеді да, ең үлкен мықты деген қалаларды не істейді? Алады. Оның біріншісі бізде қай қала? Жалпы Сығанақ қаласы. Сығанақ қаласын қанша айда алады? 3 айда алады, иә? Керемет. Одан кейін бізде екінші қай қала? Ашнас немесе Аснас қаласы, иә? Бұны бізде 15 күнде алады, яғни қарсылықпен 15 күнде алып быт-шытын шығарады. Одан кейін ең көп қарсылық көрсеткен қала, оны тарихта білесіздер, Отырар қаласы. Отырар қаласы не істейді? 6 ай қарсылық көрсетеді, 6 ай берілмейді. Шыңғысхан әскері де біраз әлсірейді, шығыс дешті қыпшақтар халқы да біраз әлсірейді. Тарихта ұзаққа созылған шайқастардың бірі болады. Бірақ не деп айтады? Көбінесе деректер бар, иә, жалпы ішінен моңғолдардың қақпасы ішінен жалпы ашып береді деген секілді. Шағатай мен Үгедей Отырарды қоршауға алып, осыдан кейін не істейді? Моңғолдарға сол кездегі Хорезм шах көмекке жіберген Қараша Хажи моңғолдарға беріліп, қақпаны ашқаннан кейін қала жеңіліске ұшырап, Отырар қаласы бізде Отырар опаты болады, иә. Жақсы, бұл түсінікті. Енді Шыңғысханның осындай үлкен жаулап алу зардаптары неге алып келді деген сұрақ. Моңғол шапқыншылығының зардаптары орасан зор болды. Жетісу аймағында шапқыншылыққа дейін 200-ден астам елді мекендер болса, одан кейін 20-ға жуық қана қалған екен. Ойлаңыздар, Жетісуға Шыңғысхан келмей тұрып 200-ге жуық былайша ауылдар, елді мекендер, қалалар болған. Бірақ не істеген? Моңғолдардың шапқыншылығынан кейін құлдырап кеткен, иә, жалпы. Шыңғысхан кіші баласы Төле екеуі Бұхара қаласынан бет алады. Сыр бойында қалалар толығымен моңғолдардың иелігіне өтеді. Бұл бізде маңызды цифра. Жаттап алыңыздар. 1219-1220. 1219-1221 Шыңғысхан Орта Азияны басып алады. Орта Азияда қандай мықты мемлекет бар? Мерв, Самарқан, Ташкент, тағы да басқа мықты мемлекеттердің барлығын істейді Шыңғысхан бағындырып алады. Мервті обязательно жаттап алыңыздар. 1219-24 жылы Шыңғысхан Орта Азия Қазақстанды толығымен басып алып, осы жақта өз іргесін тігіп, ары қарай славян халқы дейді ғой, жалпы орыстарды ығыстырып тастайды.
сонда Ресейдің жері, Қазақстанның жері, мына оңтүстік Азияның бүкіл жері кімнің қол астына өтеді? Жалпы Шыңғысханның қол астына өтеді. Бірақ Шыңғысхан қайтыс болған не істейді? Шыңғысхан қайтыс болғаннан кейін ол ұрпақтар арасында ұлыстарға бөлініп кетеді. Және ол кезде білесіздер, ислам діні күшейіп, бізде айтқан болдық, Мұхаммед пайғамбар дүниеге келумен ислам діні келеді, бірақ қайтыс болғаннан кейін халифаттар пайда болады, Амея халифаты, Аббас халифаты деген сияқты мықты халифат пайда болады. Олар дүркіреп тұрған халифаттарды кімнің құлады, кімдер ақырындап соққы бере бастайды? Осы Шыңғысханның ұрпақтары соққы бере бастайды екен. Енді Шыңғысхан қайтыс болады, білесіздер, 72 жасында. Ол қайтыс болу туралы көптеген деректер бар. Шыңғысхан не істейді? Менің сүйегімді қайтыс болған кезде ешкім білмейтін жерге жалпы апарып көміп тастаңдар деп айтады. Ешкім, және үстінен бәленбай жылқы жүгіртіп өттіңдер деп айтады. Енді сұрақтар туындайды, неге бұл жақта қосымша информация айтты? Неге бұл жақта бүйтіп айтты? Себебі бұрында Рим империясы кезінде папалар, білесіздер ғой, папалар дегеніміз, папалар қайтыс болған кезде олар мысалға өмірде көп адамдарға қасірет берген мүмкін. Сол кезде папаларды жатқан жерінен қазып алып не істеген? Көшелерге іліп тастап, мәйітіне издеваться еткен. Может, содан да қорқын шығар деген секілді. Бірақ не істеген? Шыңғысхан менің мәйітімді жалпы білмейтін жерге, адам білмейтін жерге көміп тастаңдар, жалпы ешкім ол жақтан таппау керек деген секілді. Ал енді 72 жасында қайтыс болады. 1227 жылы не істейді? Дүниеден өткен Шыңғысханның 4 ұлы жалпы 4 үлкен ұлысты бөліп алады. Ары қарай жалғастырып тақырыпты өте береміз. Жалпы сіздермен бүгін қарастыратын тақырып моңғолдардың Қазақстан жерін жаулап алуы. Енді бұл тақырыпты кеңінен қарастыратын боламыз және нақты көбінесе тестта кездесетін жалпы сұрақтарды белгілеп және соған түсініктеме, анықтама беріп отыратын боламыз. Енді тақырыпты еске түсірейік. Жалпы біз сіздермен өткен сабақта жалпы моңғолдар Қазақстан жерін қалай жаулады, жалпы соның басына келген болатынбыз. Енді сабақты бастамас бұрын еске түсірейік. Жалпы білесіздер, моңғолдар бұрын империя болмай тұрып олар не болып еді? Олар бізде тайпа болған, Ал тұңғыш моңғолдарды біріктіріп оны империяға айналдырған кісі кім бізде? Жалпы Шыңғысхан, Шыңғысхан, яғни Темужин. Оған білесіздер, Керей ханы туырып, осыны Шыңғысхан деген атақ беріп, кейін не істеді? Моңғолдардың Жеңіс ханы болсын, Шыңғысхан деген жалпы атақ берген болатын. Сөйтіп Шыңғысхан не істеді? Орта Азия халықтарын және басқа да Моңғолиядағы тайпалардың барлығын өзіне бағындырып, жалпы көптеген аумақтарды, ұлыстарды жалпы жаулаған болатын. Енді еске түсірейік. Моңғолдардың Қазақстан жерін жаулап алуы. Білесіздер, моңғолдардың алғашқы жаулап алған, құрбан болған жері, бұл бізде айтқан өткен болатынымыз Сібір жерлері, Сібір дегеніміз бұл көбінесе мына қазіргі Ресей бөліміндегі жерлер, яғни осы жаққа бірінші көз тігіп не істейді? Ақырындап осы Сібір жерлеріне қарай не істейді? Шабуылдай бастайды. Кейін 1207 және де 1208 жылдары жылдардың қасында Шыңғысханның үлкен баласы жошы Енесей қырғыздарын және Сібірдің оңтүстігінің басқа да орман халықтарын бағындырады. Яғни Сібір халықтарын көбінесе ол кезде орман халықтары деп атайды. Яғни жошы хан не істейді? Олардың барлығын бағындырып, яғни Моңғолияның несіне қосады? Құрамына қосады. 1207-1209 жылдары дейді. 1207-1209 жылдары Шыңғысхан бастаған моңғол таңғұттық саяси мемлекет жойып, шапқыншылықпен басып алса, одан кейін ұйғырларды да өздеріне тәуелді етті. Ұйғырлардың басқарушысы Идыққот баршық өзін Шыңғысханның вассалы деп не істеді? Танылды. Енді вассалы дегеніміз не? Жалпы вассалы дегеніміз бұл сөзге мағына беріп кетейік. Жалпы бұл өйткені тарихта көп кездеседі. Жалпы вассал деген сөздің мағынасы бағынышты деген сөз. Түсіндіңіздер ме? Вассал сөздің мағынасы бағынышты. Енді одан кейін Шыңғысхан не істеді? 1215 жылы олар сол кезде Цин мемлекетінің астанасы болған Пекинді басып алады. Яғни ол кезде қалай дейді? Чунduды, Пекинді басып алады. 1227 жылы қарсысында Қытай империясы Хуанхэ өзенінің солтүстік жағында бүкіл иелігіне 300-де, Хуанхэ өзенінің солтүстік жағындағы бүкіл иелігіне 300-де айырылды дейді. Яғни Шыңғысханның алғашқы жорықтары байқаймыз, яғни өзінің көршілес мемлекеттеріне бағытталған екен. Біріншісі Сібір болса, одан кейін қай жерлер? Яғни осы Қытай жерлері екен. Түсініңіздер ме? Яғни осыны біз мұқият тыңдап жалпы түсіну керекпіз. Так, түсінікті деп ойлаймын. Мынаған назар аудара кетейік. Ұйғырларды өздеріне тәуелді етті. Ұйғыр қағанатын білесіздер ғой, сол кезде ұйғыр қағанаты деген болған. Ұйғырлардың басқарушысы Идиқот баршық өзін Шыңғысханның вассалы деп танылды. Бұл сіздерге тест сұрақтарында келіп қалу мүмкіншілігі жоғары. Сондықтан да осыған жақсылап мән берсеңіздер. Енді жалпы Шыңғысханның моңғолдардың, яғни Қазақстан жерін жаулап алу, яғни осылай не істейді? Жалпы басталады екен. Енді білесіздер, моңғолдардың Қазақстанға жорығы.
Шыңғысхан, Найман, Найман, Керей, Жалайыр сияқты Моңғолия жеріндегі түркітес хандықтарды қол астына қаратып, көрші жатқан елдерді жаулап ала бастайды. Яғни Найман, Керей, Жалайыр сол кездегі моңғолдардың несі болды? Көршісі болды, Солар не істеді? Жалпы ақырында оларды жаулап алғаннан кейіннен бастап Қазақстанға келді. Енді Қазақстанға келуін айтайық. Біз өткен сабақтарда айтқанбыз, жалпы оны біз қысқаша түрде айтқанбыз, енді кеңінен ашатын болсақ, қазір Шыңғысхан дейді 1217 жылы дейді күшліктің Жетісудағы еліктерін басып алуға Жебе Ноянды аттандырады. Яғни білесіздер, Найман бүйтіп Жетісуға көшкен болатын көбісі. Сол кезде не істейді? Өзінің баласы, жалпы өзінің ұрпағы Жебе Ноянды бүйтіп садақпен тартып тұрып аттандырады, яғни не істейді? Сол жаққа барып көріп келсін деген секілді айтады. Жебе Ноян бастаған моңғолдар діни қысым жасамау ұранын басшылыққа алады. Енді бұл жақта түсініп өтетін ең үлкен нәрсе бар, осыны мән берейік. Жалпы бұл тест сұрақтарында келеді, және бұл өте маңызды деп айтсам да болады сіздерге. Өте маңызды. Мынаны қараңыздар, тестта былай деп келеді. Жебе Ноянды Жетісудағы халықтар құшақ жая қарсы алу себебі неде деп келеді. Яғни қараңыздар, Жебе Ноян ол моңғол, бірақ ол Жетісуды басып алуға келетқан кезде оны Жетісудағы халықтар құшақ жая қарсы алады. Осындай сұрақ келеді тестта. Сіздер түсінбеулеріңіз мүмкін. Қалай ол жау болса, оны жауын құшақ жая қарсы алады деген секілді. Ал осы жақта түсініктеме жұмыстарын беріп өтейін. Өйткені Жебе Ноянды Жетісуда халықтар құшақ жая қарсы алу себебі Жебе Ноян ол жақта Жетісуда халықтарға діни қысым жасамайтыны туралы айтады. Яғни оның алдында біз діни қысым жасалған туралы нені байқаймыз? Діни қысым жасалған туралы байқаймыз Жебе Ноянға дейін. Яғни Жебе Ноян келген несейді? Діни қысым жасамаған туралы айтады, сөйтіп діни қысым жасамау ұранын басшылыққа алды да, осыдан кейін не істеді? Жебе Ноян ақырындап Жетісу жеріне ене бастады. Енді бұл түсінікті, оның алдына тоқталайық. 1207-1209 жылдары Шыңғысханның Таңғұттардың мемлекетін, одан кейін Турфан князьдіктерін өзіне қаратып, ұйғырларды бағындырды. Бұны бағана айтып өттік сіздермен. Бұл түсінікті жарайды. 1211-1215 жылдар аралығында Қытай жерін басып алып, олардан тас атып, дуал құлататын, отлақтырып, өрт шығаратын соғыс техникаларын қолға түсіреді. Өзіне көрші жатқан жерлерді жаулап болған соң, Шыңғысхан енді Орта Азия мен Қазақстанға көз тігеді. Көз тіккенде бірінші кімді жібереді деп айттық? Жалпы Жебе Ноянды жібереді, яғни Жебе Ноянды аттандырады. Бірақ Жетісу халқы не істейді деп айттық? Жебе Ноянды құшақ жая қарсы алатыны туралы біз айтқан болатынбыз, керемет. Енді білесіздер, мынаған тоқтала кетейік. Жалпы бұл өте маңызды, мына жаққа жаза салайық. Өте маңызды нәрселер, өйткені тест сұрағынан жинақы нәрселер. Кітаптан жинақы. Осыған жақсылап мән беріңіздер. Енді қараңыздар, мына жақта бізде былай деп тұр. Ұлы Моғол империясын құрған кім жалпы? Ұлы Моғол империясын құрған бізде Шыңғысхан, Шыңғысхан Қытайға жорығында көзге түскен Жалайыр тайпасының қолбасшысы. Бұл сіздерге тест сұрақтарында келеді. Ол кім екен? Мұқали 1170-1200 қай жылдары? 1223 жылдары. Бұл тест сұрағында келеді. Қалай деп келеді? Яғни Жалайыр тайпасының қолбасшысы Шыңғысханның көмекшісі деп айтсақ та болады, Шыңғысханның бас қолбасшысы болған кім деп келуі мүмкін сіздерге. Сол кезде сіздер не деп жауап бересіздер? Жалпы Мұқали деп жауап бересіздер. Түсіндіңіздер ме? Енді білесіздер, жалпы Шыңғысхан, моңғолдар не істеген? Жалпы Мұқалиға атақ берген екен. Мұқалиға қандай атақ берді десе, Гоуаң деген атақ берілген. Ол атақтың негізгі, ол қандай деген нәрсе болса, ол ұлы князь дегенді білдіреді деген. Шыңғысхан батысқа аттанғанда, яғни Шыңғысхан батысқа жорық жасап, көптеген жерлерді жаулап алған кезде, солтүстік Қытайдың билеушісі етіп кімді қалдырды десе, өзінің бас қолбасшысы кімді қалдырған екен? Мұқалиді қалдырған екен. Біз осыдан нені байқаймыз? Мұқали мен Шыңғысханның арасындағы, яғни Жалайыр тайпасының қолбасшысы Мұқали мен Шыңғысханның арасындағы жақсы қарым-қатынасты не істейміз? Жалпы байқайды екенбіз. Ары қарай кетейік. 1207 жылы Шыңғысханның жалпы жорықтары, міне осылай жаттап алайық. 1207 жылы Шыңғысхан ойраттарды бағындырады. Мынаны үй тапсырмасы ретінде жаттауға алсаңыздар болады. 1211 жылы солтүстік Қытайдағы Цин мемлекетіне шабуыл жасайды. Бұны бағана сіздермен естедік, толық талқылап айтып өткен болатынбыз. Келесі 1215 жылы дейді, моңғолдар Пекинді басып алады. Білесіздер, Пекинді басып алып, бағанағы екінші атын еске түсіріп өтейікші. Екінші аты қалай бізде? Екінші аты қытайша аты, Чун Дуды, керемет. Енді келесі, бір минут, келесі, ары қарай,
1218 жылы білесіздер, Жебен-Оянның бастамасымен, Жебен-Оян келіп, қай жерде жаулап алады деп айтқан болатынбыз, Жетісудағы жалпы Найман халқы, Найман халқын бағындырады. Сол кезде наймандар не істейді деп айттық, жалпы Шыңғыс Жебен-Оянды құшақ жая қарсы алады. Ол діни қысым жасамайтын туралы не істейді, басшылыққа алады, оны бағана айтып өттік. Келесі 1219 жылы Отырарды Алтай ішінде басып алады, оны да айттық, өткен сабақта. 1220 жылы Хорезм мемлекетінің астанасы Бұхараны, одан кейін қай қаланы басып алады екен, жалпы Самарқанды басып алады. 1221 жылы Орта Азияның соңғы қаласы, тыңдаңыздар, соңғы қаласы Мервті басып алады. 1223 жылы Қалқа өзенде қыпшақтар мен орыстарды да басып алады. Яғни Шыңғыс хан бұл жақта несін байқаймыз? Яғни жаулаушылық соғысының мықты екенін байқаймыз, Одан кейін Шыңғыс хан білесіздер, яғни ешкім мәңгі емес, Шыңғыс хан не істейді? 1227 жылы оны қалай қайтыс болу туралы айтқан болатынбыз, 72 жасында қайтыс болады. Бірақ оның кезінде не істейді? Моңғол империясы дамып тұрады. Кейін Шыңғыс хан қайтыс болғаннан кейін оның жаулап алған жерлері, яғни Шыңғыс хан ұрпақтарына ұлыс болып бөлініп кетеді, Моңғол империясының астанасы Қарақорым болады Шыңғыс хан кезінде. Шыңғыс хан ұрпақтары жалпы империялық жиналысы осы сұрақты жалпы үй жұмысына талдасаңыздар болады. Яғни Шыңғыс ханның ұрпақтарының жалпы империялық жиналысы қалай аталды? Бұны біз өткен сабақта өткен болатынбыз. Керемет. Так, енді білесіздер, Шыңғыс хан 78 жасында қайтыс болғаннан кейін жалпы оның бұрын басып алған жерлері не істейді? Оның ұрпақтарына таралады. Яғни кімдерге? Жошы ханға, Төле ханға, Шағатайға, Үгедейге деген секілді жалпы не істейді? Шыңғыс ханның жерлері, яғни ұлыстарға бөлініп кетеді. Қазақстан аумағында Шыңғыс хан ұрпақтарының жалпы тест сұрағына келеді. Қазақстан аумағында Шыңғыс хан ұрпақтарының жалпы 3 ұлысы пайда болады, 3 ұлысы. Яғни ең үлкені кімдікі болады бізде? Ол Жошынікі болады. Жошынікі бізде Алтын Орда болады. Оны жалпы келесі сабақта айтамыз, құрметті білім алушылар. Сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.